Жақында таңертең асығып қаладан ауылға қатынайтын көлікке отырдым. Соңғы қоңыраудың қарсаңы болатын. Соның құрметіне болатын спорттық жарыстарға қатысайын деп тым қатты асығып тұр едім. Таң азанымен көлікке адам жинала қоймаған екен. Асығыс болғандықтан тезірек жүрейік деп жүргізушіге көмектесіп жолаушы жинай бастадым. Өстіп 1 сағаттай тұрып қалдым. Бір уақытта такси жүргізушісі келді де, «Ағасы, маған мінсеңші, 2 адам болса жүріп кетеміз» деді. Бір жағынан таксиге отырып кетіп-ақ қалғым келді. Екінші жағынан бағанадан бері жолаушы адам жинауға көмектесіп жүрген соң, бағыттық көлік жүргізушісінен ыңғайсыздандым. Аяғым тартпады. 500 теңгеге ақ ала кетейін, жүрсеңші ағасы деп таксист те қояр емес. Мен осылай екі ойлы болып тұрғанда жанымда отырған қыз «Мен барамын» деді. Жап-жас қыз, шамасы ол да соңғы қоңырауға бара жатқан болса керек. Қолына үлкен бір бума гүл ұстап алыпты. «Аға, мынау орынды бос деп айта салыңызшы, мен таксимен кетемін» деді де қарындас таксистке ілесіп кетіп қалды. Автобус бекетінде тағы да 1 сағаттай тұрдық. Ақыры салон толы адам жиналды. Сөйтіп жолға да шығып кеттік. Қаладан ұзап шыға бере жол бойында апатқа ұшыраған көлікті көрдік. Жақындағанда қарасақ, бағанағы маған «Жүріңіз де жүріңіз» деген таксистің көлігі. Шамасы жеңіл көлік үлкен жүк көлігі КамАЗбен соқтығысса керек. Күл-паршасы шыққан. Артқы орындағы жолаушыларын түсіріп әкетіпті. Жүргізушінің жансыз денесі көлікке қыстырылып қалған. Жедел жәрдем суырып ала алмай жатыр екен. Бірнеше секундтың ішінде апат болған көліктің жанынан өте шықтық. Алайда бас сүйегінің сау тамтығы қалмаған жігіт көз алдымда жатталып қалды. Ең бірінші ойыма келгені мені Құдай қаққан екен деген ой болды. Бағана асығыстыққа салынып осы көлікке мініп кеткенімде олардың арасында мен де болатын едім. Сақтаған екен-ау. Кенет ойыма әлгі жас қыз келді. Ол да осы көлікке отырып кетіп еді-ау. Санаулы сағат бұрын көз алдымда сөйлеп жүрген жігіт пен жас қыз енді жоқ. Тақтайдай тегіс жолда омақасы құлап қыршынынан қиылды. Көңілім бұзылып, ішім алай-дүлей болды. Жазымда, өрімде аяқ астында. Күнделікті өмірде соған мән бермейміз. Құдды бір келісім шартқа отырып қойғандай-ақ әзір өлмейтінімізге сенімді болып, алшаң басамыз аяқты. Бірақ зауал келсе 1 секунд-ақ жетпейтін уақытта аманат жаныңды тапсырасың. Осындай ауыр ойдың жетегінде көлікті баяу жүргізе отырып ауылға да жеттік. Келе әлгіндегі ауыр ойларды серпіп тастау үшін қыз-қыз қайнап жатқан мектеп алдына қарай қойып кеттім. Спорт алаңында жарыстар болып жатыр. Ойымды басқа арнаға бұруға қанша әрекеттенгеніммен бағанағы көрініс көз алдымнан кетпеді. Түске салым ауылға апат туралы хабар да келіп жетті. Көлікте мен білетін жас қыздан бөлек ерлі-зайыптылар бар екен. Абырой болғанда екеуі де аман. Қазір аудандық ауруханада жатқан көрінеді. Балаларының бағына орай жандары аман қалған шығар деп олар үшін шүкіршілік еттік. Ал әлгі жас қыз бен жүргізуші сол заматта тіл тартпай кетіпті. Жас қыз көрші ауылдан екен. Менің жобам рас болып шықты. Бүгін інісі мектепті бітіргелі жатқан болу керек. Соны құттықтап қасында болуға асығып келе жатқан беті екен. Ажалына асыққан екенде. Ал жүргізуші үйленгеніне 1 жыл болған. Жақында ғана әке атанып, аудан орталығындағы тойханалардың бірінде шілдехана жасаған. Тағдыры десеңші, бір ана жастайынан жесір қалып, бір сәби жасына да толмастан жетімдік тауқыметін тартып қалды. Ертесіне қалаға қайтар жолда аудан орталығындағы ауруханаға соғып, ерлі-зайыптылардың жағдайын білуге бардым. Мені
Танымайтындықтан бөтен адамның келіп жағдайларын сұрағанына екеуі де таңданды. Ал менің сол көлікке мінбей қалып қалғанымды естігенде көздерінен жас ытқып шықты. Бір-бірімізге амандық саулық тілеп қоштастықта мен қалаға қарай жүріп кеттім. Кешегі оқиғадан соң жүрегім қатты шайлығып қалған. Көлікке отыруға жүрексінемін. Ақыры жүргізушісі орта жастағы сенімді-ау деген біріне отырдым. Анық туралап келген ажал болса алмай қоймайды. Сонда да сақтықта қорлық жоқ деген емес пе? Қазір жазымның аяқ астында екендігін көп ойлайтын болдым. Расында да келесі секундта не болатынын білмейміз ғой. Өзім күлкіге айналдырып, жеңіл қарап жүрген келіншегімнің сөздерін қайта ой елегінен өткіздім. Айтқанның бәрі орынды. Ендеше неге осы уақытқа дейін Алланың құлы екенімізді мойындамай келдім? Жер бетінде осыны әлі терең ұғынып, ақиқатты танымай жүрген мен сияқты пенделер қаншама? Олардың бәріне ой салу үшін тағы қандай залал тууы керек? Қысқасы, мен осы оқиғадан соң ислами білімімді, рухани биігімді арттыруға бел байладым.